Ortadan turamız. Adjectives evaluate the role of biologically important metals: iron, magnesium, calcium, potassium, sodium. What is the role of metal loads in biological processes? Biological process. Mындай сұрақ қоймады. Кім қалай түсінді? Тағы бір сұрақ қоямын. Енді тағы бір сұрақ. How does the human body in iron the organic and the organic form? Адам ағзасы iron. Iron деме темірді. Адам ағзасы темірді қайдан алады? Диорганикалық па және органикалық па дейді? Органикалық, иә. Енді ол қалай жауап беруге болады? Темір адамның қанында болады және ол гемоглобинде болады. Қанында болады, қанның құрамында гемоглобин болады. Гемоглобиннің ішінде темір элементі көп кездеседі, иә? Жақсы. Енді бүгінгі сабақтың мақсаты дейді, осы биологиялық маңызды элементтерге магнезиум, магнийдің, кальцийдің, натрийдің және мырыштың, сонымен қатар темірдің маңызымен, адам ағзасындағы маңызымен танысамыз. Оқу мақсаты. Обжективность. Цели обучения. Белгіленген металдардың тіршілік үшін маңызды рөлін білу және оны сипаттау. Орысшаны оқып жүрейік. Оқы, шопан. Знать. Онынан тұрамыз. Давай. Знать и описать роль определенных металлов, которых необходимы для жизни. Яғни өмірге қолданылатын маңызды құрам айту керек. And English. Here I describe simply the role of this Definite metals which are essential to life. To life. Жақсы. Яғни оның бәрінің мағынасы осы элементтердің адам өміріндегі тіршілік үшін маңызды рөлін білу және сипаттау. Алға жасаңыз. Енді can you name the elements in the human body and what is their do? Идеге сөз қалай аударатын сөзді? Вы можете, то есть сіздер осы элементтердің ішінен адам ағзасында тез элементті таба аласыздар ма, және де ол жайлы не білесіздер? Иә. Human body, адам ағзасы үшін. Адам мына суретте адам ағзасындағы кездесетін элементтердің пайызы көрсетілген. Енді осы қандай элементтер екенін қазір айтып шығамыз. Ал қара айта ғой. Көміртек адам ағзасында 18% кездеседі. Оттек 65% кездеседі. Көміртек адам ағзасында 18%. Жақсы. Аяғым. Енді можете наговорить на русском языке, на английском языке. Yes, I can tell you. And water in the body people 62%. Nitrogen, азот қанша пайыз кездеседі? 3.2%. 3.2%. Кальциум, андокальциум қымбат. 1.5%. Good. Excellent. Енді ары жасаңыз. Жақсы балдар. Осының бәрі адам ағзасында кездеседі. Осы элементтер кем болса, адамның несі, денсаулығы жақсы болмауы мүмкін. Енді бүгін өткен сабақтарда мына терминологияны неғыламыз, танысамыз. Stand up, yes. Бывает ошибки. Hemoglobin. Гемоглобин. Мен өзім айтамын, сен тек алғышсыз айтасыңдар. Oxidation. Окисление. Human body. Тело человека, адам денесі. Витамины, дәрумендер. Қазіргі кезде дәрумендер деген сөзі қолданылып жүр, оны білесіңдер, иә? Ары қарай. Макроэлементтер,
elementler. Trace elements, Trace elements, mikroelementler, mikroelementler, İkinin birisi değil, mikroelement değil. Ultra elements, ultra elements. ultra elementler. Ya, yani biz adam arasında tutamıyız. Adam arasında mikroelementler, makroelementler, yani sonuna kadar qanday Ultra elementler. ultra elementler de кездеседі екен. Міне, осы элементтердің барлығы адам ағзасы 25 элемент деп айттық қой. Біз бүгін соның 60 элементтен тұратын не аламыз, танытамыз. Ары қарай жүріңіз. Макроэлементтер оттегі 65-75% арасында көміртек және сутек, яғни бұл элементтердің барлығы қанша? 98%-ын құрайды. Ары қарай фосфор 0,2 және 1% күкірт те керек екен. Тек қана жаңа маңызды элементтер кальций мен металлдар кездеседі екен. Бейметалдарда хлордың да өзінің алатын орны бар. Сонымен қатар магний және темір өте аз мөлшерде пайызда не алады екен, кездеседі екен. Mikroelementlerді айтатындар ғана, кімсен айтса қандай микроэлементтер кездеседі? Мыс, марганец, йод, фтор. Бұл элементтер қандай элементтер? Сіз білесіз, отыра ғой. Қандай элементтер? Mikroelemenттер. Mikroэлементтер, және олар біреу металдар, және бейметалдар, сосын мыналар фтор, бром деген, фтор, йод деген қандай? Гала, яғни осының бар адам ағзасында кездеседі. Процентін көріп отырсыңдар, ары қарай. Ultra mikroelementler. Ultra mikroelementler. Бұлардың құрамында бром, Күміс, алтын, север, мышьяк. бромды айтайықшы, ағылшын тілінде бром қандай болып айтылады? Bor. Bor. Bor in English. Barium. Күміс ше, ағай білетін айта білейік. Күміс, купрум, купрум, мед, алтын, аурум, gold, in English, селен, одан кейін мышьяк, осы элементтер кездеседі. Енді мына сөздерді қазір оқимыз, ағылшынша перевод жасай аламыз ба? Әркім өзінің жасаған переводын айтып шыға алады. Бірінші, ол сөйлемдер кім оқиды? Оқы сен, Шолпан. Оқысын, адам ағзасында. Адам ағзасында 60-тан астам элементтер кездеседі. Оның ішінде маңыздысы 29 элемент құрамасында. Енді осыны айта аласыңыздар ма? На русском и на английском или как можете переводить? There are more than 60 elements. It's important 29 elements. Правильно, да? Да, правильно. Сюда приз. Анда адам ағзасы, ары қарай. Адам ағзасы массасының қымбат оқисың ба? Сен оқыш қазақшаны, сен оқы, ары қарай. Адам ағзасының массасының 98% оттек, көміртек, сутек, азот, кальций. осы элементтерден тұрады. Қатты айтса оқы. Қатты тұрады, отыра ғой. Осыны қалай айтуға болады? Адам ағзасы. Организм человека, айтыңызшы, қалай айтуға болады? В человеку массе бывают элементы. 98% Бывают кислорода, элементы водород.
Kartoşka nedir ki bana? Carbohydrate. Alkohol. Alcohol. Alkohol diye aynen. Bu Almanya'sı kapusta. Almanya'nın alkohol. Karakat, azın karakat. Metals in biological systems. Metal ions, biological essential. Regulate metabolism, regulate nervous, muscle, promote growth. And the ferrum, liver, spleen, blood. Promote intelligence, both immunity, maintain growth. Cuprum, brain, heart, plasma. Regulate endocrine, maintain hematopoiesis, accelerate metabolism. And Morush, eye, liver, kidney. Transfer oxygen synthesis, enzymes boost immunity. Biologic toxins, brain, liver, kidney. Accumulate in organs, great malformation, damage central nervous system. Flumu. Frugal, skeleton, liver, spleen. Disrupt central nervous system, destroy hematopoietic system, and damage to skeletal development, damage endocrine system, influence intellectual development. Okay. Thank you. Much metal ions, which their biological roles. Buna metallardan biyologiyalıq rolünü səkislendiremiz metallarını. Biyologiyalıq rolünü metalları səkislendirir. Endi birinci şığı bosunu aytıp çıqasın, misal kalsiy yekma, son işini alıp aytıp saxtağa çıqıp orunlaymiz. Sosun ki? Birinci kalsiy. Kalsiy. Переведите на казахский язык. Sodium and potassium. Sodium and potassium, water balance nerve impulses, and provides alkaline reserves. True. Two. True, yeah. Doğru sayıdır. Правильно садись. Activated element. Wish. Yes, I know. And the magnesium. Kilesi magnesium. Magnesium. Kilesi. O da aktivite elementi. Sen onunla. Magnezyum aktivite elementi. No, yes. Yes. Magnesium. Proteins alkaline mı? No, activated element. Activated element.